Ішкі істер министрлігі бопсалаушы қылмыстық топтарды анықтау және ұстау бойынша жұмысты жалғастыруда. Мәселен, қаңтарда Павлодарда ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы мен жергілікті криминалитет арасынан бір топ адам ұсталды. Олар жүйелі түрде жастардан бопсалаумен айналысып, кәмелетке толмағанды қылмыстық әрекетке тартты. Петропавл қаласында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері 3 адамнан тұратын топты ұстады. Фигуранттардың біреуі бұрын бірнеше рет сотталған рецидивист. Күдіктілер жергілікті тұрғынды заңсыз қамауда ұстап, ұрып-соғып ақша бопсалаған. Жамбыл облысы полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері шаруа қожалығының басшысынан 800 мың теңге ақша бопсалаған күдіктілер ұстады. Тінту барысында олардан шолақ мылтық пен оқ-дәрі тәркіленді. Тергеу, бопсалау және атыс қаруды заңсыз сақтау фактілері бойынша жүзеге асырылды. Өткен жылы полиция қызметкерлері 500-ден астам бопсалау қылмыстарын анықтап, тіркеген атап өткен жөн. Көбінесе қылмыскерлер қорқыту арқылы ақша бопсалаған. Мұндай факт Алматы қаласында анықталған. Онда жедел іс-шаралардың нәтижесінде ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы 4 азамат ұстады. Олар жергілікті тұрғыннан беделін түсіретін бейне материалдарды таратпаған үшін 40 миллион теңге талап еткен. Құқық қорғау органдарына жүгіну қылмыстардың аталған түрінің жолын кесудің ең сенімді тәсілі болып табылатыны атап өткен жөн.